Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен ананас қосылған салат жасаймыз. Ол үшін бізге бір банка кукуруза, тауықтың төс еті, немесе филесі, және ананас, салмағы 300 грамм екен, сыр 100-150 грамм, және 3-4 жұмыртқа пісқан. Тауықтың төс етін, жұмыртқаны және сырды ұсақ кубиктеп тураймыз. Мына міне сыр. Қатты сыр алыңыздар, менде гауда. Ананас. Ананасты мынандай кольцоға балған дұрыс. Тауық еті. Кукурузаны суына ағызып тастаймыз. Бұны ыдысқа төгеміз. Жұмыртқаны да 4 бөлшек тураймыз. Содан кейін мына ыдысқа саламыз. Енді майонез салып араластырамыз. Көз мөлшермен салыңыздар қанша кететін. Енді жақсылап араластырамыз бәрін. Өте керемет дәмді салат. Менде мына 190 грамм майонез толығымен кетті. Мынандай қалыпты алып, порциялап салатты салуға болады. Салатты осылай порциялап салып, жан-жағын укроп, петрушка, листья салатамен әшекейлеуге болады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар.